Таңғы асқа жылдам чесночный хлеб жасаймыз. Чесноктың бір басын аламыз, укроп себеміз. Астына фольга қойып қоямыз. Укропты қалауларыңызша сепсеңіздер болады, немесе петрушка, сондай көк приправа да болады. Май құямыз, сұйық май, 1 чайный ложка ғана. Сіңімді болу үшін айналдыра құямыз, бәр жағына тию қажет. Укропты осылайша молынан салсаңыздар болады. Тұз кішкене себеміз, сосын ораймыз. Ешқандай ауа шықпауы қажет, сондықтан да күштілеп орап тастаймыз. 180 немесе 200 градуста 15-20 минутқа қойып қоямыз. Чеснок дайын болды, ашып қараймыз. Түрі осындай болу қажет, бәрісі піскен, езгенде езілу қажет. Енді 25 грамдай сары май дайындап аламыз. Бәрін бірге қосып, араластырамыз. Осылайша етіп қалыңдау қылып бәріне жағып шығамыз. 10-15 минутқа пешке қойып аламыз, 180 градуста. Нандар дайын, осылайша қытырлақ болып шығады. Таңғы асқа жылдам дайындалатын тағам. Каналға тіркеліп, басқа да видеоларды көріп шықсаңыздар болады.